Қайырлы күн достар, егер сізде картошка болса, осындай картофельді міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Өте қатты ұнайтын болады. Ең алдымен бізге картошка қажет. Оны пісіріп аламыз. Содан соң түрлі дәмдеуіштер қосып, шанышқының көмегімен езіп аламыз. Осы картошкаға 2 ас қасық ұн немесе крахмал қосып жақсылап біріктіретін боламыз. Біздің картошкамызды крахмал біріктіреді, сондықтан қолыңызбен жақсылап араластырсаңыздар да болады. Осылай жақсылап елеп алыңыздар. Содан соң осыны азғантай ұн сеуіп, осы картошкамызге түрлі форма беретін боламыз. Дөңгелек қылып, 4 бұрышты, 3 бұрышты, ұзынша қылып істесеңіздер болады. Ол өз еріктеріңізде. Сіздерге қандай форма ыңғайлы, ұнайды, соны балдарыңызға жасап беріңіздер. Мен 3 бұрышты қылып жасадым. Осылай бәрін кесіп шығамын, дайындап. Содан соң осыны қуыратын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа мен панировочный сухарий қажет. Осыны жұмыртқаға батырып алып, содан соң сухарийге аунатып аламыз. Осылай бәрін жасап шығасыздар да, қызып тұрған майда 2 жағы қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен осындай керемет картошкаларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салтанат. Менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіз. Алда әлі де талай керемет рецепттер болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.